Міне бүгін әрбір хәптенің жұма күні милли либаслар, яғни милли киімдер күні деп белгіленді. Бұл не үшін милли киімдер күні деп белгіленіп жатыр? Себебі біздің ата-бабаларымыздың киімдерін, милли қадіриятlarымызды, милли киімдерімізді біз ата-бабамыздан келешек әулетларға қалдыруымыз тиіс. Міне өзіміздің әжайып киімдеріміз бар. Қаралпақша нағыз басылған, қызларға арналған, қыз келіншектерге арналған, һәм кемпір апаларымызға арналған әжайып киімдеріміз бар. Сонымен бірге міне өзіміздің туысқан түрікмен халқында да, қазақ халқында да әжайып киімдеріміз бар. Өзіне тән, өзіне лайық, нақыстар басылған қыз келіншектеріміздің киімдері бар. Әлбетте, сондай әжайып киімдер біздерге қалған екен, келешек әулетларға да, біздің ұрпақларымызға да, біздің қызларымызға да осы киімдер ізбе-із әулеттен әулетқа қалдырылуы тиіс. Бәршеңізді бүгінгі милли киімдер күнімен шын жүректен құттықтаумен бірге, хәмеше осы милли қадіриятlarımыз, милли өнерменділеріміз, милли киімдеріміз барқа халқымызға сақлануына тілектеспен.